Ассалаумағалейкум, барша құлақ асып отырған тыңдарман. Кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі. Себебі кітап оқу арқылы ойымыз бен жан дүниеміз толығады. Мен кітап адам өмірін өзгертеді деп айта аламын. Адам баласы ілім алу арқылы ілгері жылжиды. Адам адамнан ақылмен, білімімен және көркем мінезімен озады. Алла тағала бізге сана берді. Алдымен оқуды үйретті. Абайша айтсақ, кемел адам ол толық адам. Абай адам бойындағы жақсы қасиеттердің барлығын жүрекке байламайды. Жүрек адам денесінің патшасы, ол шындықты сүйетін әділ патша. Абай адамның қасиетін айшықтап тұрушы қасиеттердің бірі ретінде дәл жылы жүректі атайды. Кемел адамның жүрегі тау бұлағындай таза болады. Ендеше білім мен ғылым қатар дамыған мына заманда біз Абай атамыз айтқан толық адам деңгейіне қалай жетеміз? Өзімізді қалай тәрбиелейміз? Осы орайда сіздерге оқуға ұсынғым келетін бір тамаша еңбек бар. Ол белгілі ғалым Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам кітабы. Бұл кітап жоғарыда сөз еткен Абайдың толық адам ілімінің қазіргі заманға сай жалғасы, соған тікелей үндес шығарма десем қателеспеймін. Кітап жайлы қысқаша айта кететін болсам, ол оқырманды ең алдымен өз-өзін тәрбиелеуге шақырады. Бұл еңбекті оқу арқылы адам рухани өседі, дамиды. Қоршаған ортамен еркін араласуды үйреніп, өзіне сай жаңа орта іздейді. Бойында жақсы, пайдалы әдеттер қалыптастырады. Тек рухани тұрғыда ғана емес, денсаулық жағынан да өзін дамытып, нәпсісін тәрбиелеудің жолдарын үйренеді. Қосымша, кітап ішінен мықты тарихи тұлғаларымыздың терең мағыналы нақыл сөздерімен сусындай аласыз. Менің бұл айтып отырғаным теңіздің тамшысындай ғана дүние. Бұдан да көп, бұдан да құнды мәліметтер осы кітапта толығымен қамтылған. Сондықтан ой өрісін кеңейтіп, кемелдікке ұмтылған әрбір жанға осы кітапты оқуға кеңес беремін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.